Бұл видеоны түнде ешқашан көрмеңіздер. Бәріміз кішкентай кезімізде әртүрлі ойындар ойнап өстік. Бірақ та кейбір ойындардың қорқынышты жағы бар екенін білесіздер ме? Сіздермен сіздермен бірге бұл мен мистер Жас. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге топ 5 ең қорқынышты ойнауға болмайтын ойындарды айтатын боламын. Ал сіздер оған дейін арнаға тіркеліп видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Алғашқы ойынымыз Balloon Bius деп аталады. Ойын жайлы қысқаша ақпарат бере кетейін. Ойын 1981 жылы шыққан аркадалық шутер. Ойында біз әртүрлі пішінді фигураларды атып ұпай жинауымыз керек. Әрине осы жерде бұл кәдімгі ойын ғой деп айтып жатқандар да бар шығар. Бірақ та бұл ойынның басқа ойындардан бір ерекшелігі бар еді. Ойында экран түсі жылдам ауысатын еді. Жалпы бұл ойынның қорқынышты жағы осы ойынды ойнаған адамдардың басы айналып, жүрегі айнып, тіпті кейбіреулері ұйықтай алмайды қалған. Қалай ойлайсыздар, қарапайым ойынның адамдарға қалайша зиянын тигізуі мүмкін? Екінші ойынымыз бұл бізде Сатан. Ойынның атауы да қорқынышты, мұңды жан. Алғашқы ойынға шолу 2015 жылы Obscure Horror Corner атты арна өзінің арнасына Dark Web'тен табылған ойын деп видео жариялайды. Әрине ойын басқа ойындарға ұқсамады. Яғни ойынның мақсаты жоқ еді. Жұмбақ шешу, ұпай жинау деген секілді. Ойынды ойнағанда бізді әртүрлі дыбыстар мен суреттер қорқытады. Және де бұл ойынды атақты стримерлердің бірі Speed ойнаған. Мінекей оның реакциясын тамашалаңыздар. Әрине бұл ойынды жалғыз ойнауға болмайды. Жалпы достар, мен бұл ойын жайлы көп ақпараттар таба алмадым. Себебі жағы айтып өткеніміздей, ойында ешқандай да мақсат жоқ. Келесі ойын бұл бізде Sonic ойыны. Sonic ойынын бәріміз білеміз. Ойында зұлым ғалым доктор Экманды жеңуіміз керек. Оны жеңу үшін әртүрлі паркурлардан өтіп, сақиналарды жинауымыз керек. Ойында әртүрлі бостармен шайқасып, келесі кезеңге өтеміз. Әрине бұл жай ғана ойын. Бірақ бір адам бұл ойынға кіреді. Бәрі жақсы. Соник өз орнында тұр. Бірақ бір сәтте ойын қуа бастайды. Және Соникте құбыжыққа айналып кетеді. Жалпы ойында Сониктің достары да бар. Жаңағы адам кейіпкерлерді таңдауға кіргенде Соник ол жерде жоқ болып тұрады. Жай ғана оның досы түлкі Тайлос тұр. Белгісіз адам ойынды бастайды. Басында Сониктің досы Тайлос кәдімгі әлемде жүреді. Және де бір сәтте Сониктің өзі шығып, менің әлеміме қош келдіңдер дейді. Әрине сол сәтте бізде әлем ауысып, қорқынышты жерге өтеді. Жерге дұрыстап мән беретін болсақ, Сониктің басқа да достарының денелері жатыр. Ал түлкі Тайлос досы болса, өте қатты қорқып тұр. Әрине оны түсінуге де болады. Тайлос әлемді аралайды және де көптеген қорқынышты көріністерге тап болады. Достар, мен осы кезде Сониктің досы Тайлосты қатты аяп кеттім. Тайлос бір сәтте өлмекшіге ұқсаған құбыжықты кездестіреді және сол құбыжық Тайлосты қолап кетеді. Және осы жерден ойын бітеді. Мені мазалаған сұрақ, Тайлос тірі қалды ма екен? Ендігі кезек Майнкрафт ойыны. Бұл ойынды бүкіл әлем ойнады. Дәл қазір маған осылай сұрақ қойып жатқандар да бар шығар. Жансер, қалай Майнкрафт ойыны? Бұл ойын кәдімгі достарымен көңіл көтеріп, үй салып, шахтадан алмаз іздейтін ойын ғой деп. Бірақ достар, Майнкрафттың өте қорқынышты, сіз білмейтін жағы бар. Жалпы Майнкрафт кәдімгі үй салатын ойын. Ойында екі кейіпкер бар. Біріншісі Стив, ал екіншісі Алекс. 2011 жылы 18 қарашада Майнкрафт ойыны жарық көрді және бірден танылды. Ойынды көптеген стримерлер мен ютуберлер ойнаған болатын. Және де сол кезде кәдімгі адам Майнкрафт туралы видео салса, оның видеосы миллиондаған қаралым жинайтын еді. Әрине тек қана сол кезде. Бірақ бір күні бір белгісіз адам Майнкрафттың бета версиясын ойнап жүргенде бір қорқынышты көрініске тап болады. Ойыншы белгісіз Стивке ұқсайтын көзі ақ кейіпкерді кездеседі және оны суретке түсіріп алып, Майнкрафт Forums деген қауымдастық форумына суретті салады. Дәл сол
бұл жер Майнкрафт фанаттарының жиналатын негізгі орны еді. Пост шыға салып атақты болып кетеді. Және де бұл сурет қазіргі сіздер бәріңіз білетіндей Херобрин кейіпкерінің шығуына үлкен үлесін қосқан фото. Әрине, осыдан кейін көптеген фанаттар ойыннан жаппай Херобринді іздеген болатын. Бұл ойынның ақауы ма, әлде Херобрин рас па? Тағы бір стример досымен Майнкрафт ойнайды, және де шахтада жүргенде ол досына қарама-қарсы өтіп кетеді. Ол артына қараған сәтте белгісіз тіршілік оған қарай жүгіреді. Бұл не екенін түсінбедім, бірақ ғаламторды көп ақтарып, бұл не екенін, қандай кейіпкер екенін білдім. Ол кәдімгі мимик. Ол Стефке ұқсайды, бірақ бетіне маска киіп жүреді. Ол Майнкрафттағы кез келген мобтарға айнала алады екен. Ал ең қорқыныштысы, көптеген фанаттардың айтуы бойынша ол құбыжықты Майнкрафттың 1.6.3 версиясында кездестірген. Яғни бұл рас. Ал біздің басты және соңғы қорқынышты ойынымыз бұл бізде сөйлейтін мысық, яғни говорящая Анджела. Әрине, дұрыс айтпасам, кешірім сұраймын. Әрине, бұл кәдімгі балаларға арналған ойын. Ойында біз мысықты тамақтандырамыз, ұйықтатамыз, оны серуендетеміз, оны ойнатамыз. Жалпы қысқасын айтқанда бағамыз. Кім білмейді, бұл Томның қызы. Бұл ойын ата-аналарды шошытқан болатын. Себебі неге десек, 2014-2015 жылдары адамдар Анджеланың көзінен бір қара затты байқап қалады. Және де оны фотошоп арқылы үлкейткен кезде ата-аналарды ол қатты шошытты. Себебі ол жерде қаншердің бет бейнесі тұрған еді. Дәл осы жағдайдан кейін ата-аналар ойын балаларымызды камера арқылы бақылап отыр деп шулаған болатын. Осы шудан кейін компания ата-аналарға жауап қайтарған болатын. Бұл жалған, ешқандай да жасырын адам жоқ. Бұл фотолардың көбісі монтаждалған немесе ойынның ақауы. Жалпы менің ойымша бұл шын секілді, себебі Анджеланың көзін шынымен де дұрыстап қарасақ, ол жерден қаншердің бет бейнесін көреміз. Ал сіздердің ойындарыңыз қалай, достар? Маған ол қызық. Оны комментарияға өз пікіріңізді жазып кетсеңіздер болады. Достар, қорқынышты ойындардың екінші бөлімі шықсын ба? Оны да комментарияға өз пікірлеріңізбен жазып кетіңіздер. Ал осымен видео бітті. Видеоны арнаға тіркеліп, видеоға аямай 8 лайктарыңызды басып кетіңіздер. Пока-пока, чао.